Бүгін шпрот масле жасайтын боламыз. Ол үшін бізге шпрот керек, нан керек, чеснок керек, майонез керек. Осылай чеснок қысқыштан нан турап аламыз, жұқалап. Сосын басқа шпрот алып келдім. Себебі ана шпрот онша емес болып шықты. Светофордан алған осындай балық шпрот масле осындай болу керек. Жан смолда акциямен тұр, қазір 800 бірдеме теңге, почти 900 теңге. Осылай дайындап аламыз, ары қарай көрсетем қалай істейтінімізді. Майонезіміз бен чесногымызды араластырып алдық. Сковородканы қыздырып жатыр. Кішкене май құйсақ болады, кішкене. Құймасаңыздар да болады. Қыздырып алғаннан кейін осылай нанды қуырамыз екі жағынан. Екі жағынан қуырып алғаннан кейін қазір майонез бен чеснокты жағамыз, үстінен шпрот масле қоямыз, мынау болады. Үйде дайындап көріңіздер. Осылай нанымызды қуырып алдық. Енді чеснок пен майонезді жағамыз. Үстінен келкиді қоямыз. Келки в масле. Осылай балық пен нанды қуырып, чеснок пен майонезді жағып, әдемілеп безендіруге болады. Бұл біз жай бестің шайынан дайындап жеңдеп жатырық. Можно ана огурцыды турап, огурцыдың үстінен балық қойсаңыз болады. Листья салатамен безендірсеңіз болады. Жай ғана тарелканың үстінен листья салата қойып безендірсеңіздер болады. Бұл қонақтарға да можно, тамаққа қосымша ретінде, күнделікті де шай ішуге, біз шай ішуге қолда. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар.